стандарт осындай. Икрасы бар ма, жоқ па? Икрасы жоқ ау. Осын тұздайтын боламыз. Оған біз мынандай емкіст алдық. Балығым сия ма, симай ма білмеймін. Қолдан жасалған, негізі арнайы жасайтын қолдан келмеді. Симай қалатын сияқты болып тұр. Балығым аз, енді сондай бір көп емес. Балығым қатып жатыр екен. Бола береді, иә. Қатып жатқан шіріп кетеді. Енді бұл бісміллә деп бастайық. Балығым сия ма, симай ма? В общем, өсіп сыйдырып жібердік мынаған. Қанша балық болды? Так, 9. Әрқайсысына примерно 3-4 балықтан болды. Бір 10 шақты балығын 10-нан көп. В общем, аямай тұздап отырмыз. Сонда емкість кішкентай болып. Оны да салып жібереміз бүйтіп. Кваспен ішеміз, иә. Так. Әдейім болған сияқты. Осылай, так. Ал горячий болып тұр. Өйткені бәрі мынадан ыстық өтіп кетеді екен. Ұзын болса, холодный копченый болады екен. Жаңа басына от жағылады. Дым, түтін келеді. Коптить еттік, әдемі. Лишті кесіп көрейік. Лиш дейді, қазақша бұны табан балық дейді екен. Табан балық. Табан балық. Кесіп көрейік. Күшті болып тұр, иісі. Күшті болып тұр ма. Так. Мен істеп жатқандағы біраз минустар. Тұзда 2 апта тұрды. Тұз бәрі сіңген екен. Тұз өткір болды. 2 сағаттай тұзға салдып, жаңағыдай не алдым. Бұнда да кішкене тұзы бар сияқты. Май деген енді керемет болып тұр. Так, сосын екіншісі не істедім? Коптить еттім. Коптить еткен кезде кішкене не холодный, чуть-чуть полу горячий копченый болып кетті. Сондықтан шығармын, тағы кептіргеннен кейін кішкене әдемі болып шығады. Қазір кішкене полу горячий копченый болып қапты. Бірақ әдемі, қараңыздар. Май деген сықылдап тұр. Бай ғой. Дәмді. Так, минустарына келсек. Тұзға салғанда міндетті түрде мына ішіндегі, мына пузырокты жарып тастау керек екен. Бірақ тұзы бәрі әдемі болып тұр. Бұйыртса тағы да жасаймыз. Бір рет жасап үйреніп алдық. Енді келесі бұдан да әдемі болып шығады деп ойлаймын. Ол деген квас алып кеп кваспен ұрса. Кино болып тұр, кино. В общем, осымен осы әдемі болып шығады екен. Сіздер де тұздаңыздар, жасап көріңіздер. Барлығы, мына жасалған барлығы үй жағдайында жасалған. Онда ешбір аппарат, ешбір арнайы алынған зат жоқ. Тек қана балық, тұз болды. Барлығы үй жағдайында жасалған. Рахмет, сау болыңыздар.